Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осындай лүпілдек болып шығатын жұмсақ тәп-тәтті дүкендегідей булочкидің рецебін ұсынатын боламын. Рецебін жіберіп алмас үшін соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен қамыры үшін салқын сүтімізге ыстық суымызды құйып жылытпалап аламыз. Одан кейін қантымызды қосып араластырамыз. Бір шымшым тұз, кейін жұмыртқамызды қосамыз. Екі ас қасық аштығымызды қосамыз. Кейін ванильный сахар қосамыз. Жақсылап отырып араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды құямыз. Кейін міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды қосып, венчиктің көмегімен араластыра отырамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жұмсақ қамырымыз илеп болғаннан кейін бетіне сұйық майымызды жағып, салафанмен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Булочкидің салмасы үшін қант пен корицаны қосып араластырып аламыз. Булочкиміздің қамыры 1 сағатта көтеріліп дайын болды. Қамырды біз 4-ке бөліп, видеода көрсетілгендей етіп, бетін салафанмен жауып, 5-10 минутқа қойып қоясыздар. Қамырымызды жазып, видеода көрсетілгендей етіп 4 бөлікке бөліп, әрбірін рогаликтер сияқты қылып бөлеміз. Булочкиларымызға майымызды жағып, ішіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Шетін міндетті түрде жақсылап отырып қысамыз, себебі піскенде ашылып кетуі мүмкін. Булочкеміз оралғанша духовкамызды жылытып қоямыз. Одан кейін булочкемізді жылы духовкаға 15-20 минутқа салып көтертіп аламыз. Міндетті түрде духовкада көтеріліп болғаннан кейін алып шығып жұмыртқамызды жағамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бетіне мак сеуіп, осылай әдемі болып көтерілу керек. Қызып тұрған пешке 180-190 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінеки біздің булочкиларымыз пісіп дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, лүпілдек болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындауға сіздерге кеңес беремін. Егер де сіздерге рецепті ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Рахмет.